Ассалаумағалейкум. Бүгін бізде қонақта Сәбит ағамыз, бейбіт күннің батыры. Сәбит аға, ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалай Қош амансыңдар? келдіңіз. Қош келдіңіз. Осы оқиғаны бізге баяндап берсеңіз, қалай болды? Енді ол күні біз әдетте жұмысқа сол 10-нан өте шамасына шыққанбыз негізі. Біз бұлай болады деп ойлаған жоқпыз. Сағи негізі маған құда болады. Сағидың қарындасын менің келіншегіммен салып тұрмыс құрғанда, сонымен олар біз құда боламыз. Біз бұлай болады деп ойлаған жоқпыз. Тек ана жерде кішкентай шырылдап, жылап тұрған сәбидің дауысын естіген кезде қалай болады енді. Ет жүрегіміз елжіреп, соны қайтсек те құтқарамын деп өзім соны талпындым. Сіздер құрылыс жасап жаттыңыздар ма ол жерде? Сіздер ол жерге қалай бардыңыздар? Неліктен бардыңыздар? Біз сол Камал 2 дейді ана ЖК. Сон біз 8-ші подъездінде пәтер жалдап тұрып жатырық, сол құдамыз екеуміз, Сағи екеуміз. Соны азанда уже неге шығып барадық та, жұмысқа. Сол бұл 6-шы подъезде болған жағдай. Сол кезде қасынан енді өтіп барадық та, мимо дейді ғой. Мимо прошел дейді ғой, орысшалап. Сөйтіп қасынан өтіп баратқан кезде бір где-то 10 шақты адам болу керек, аспанға қарап ау деп жаңа айқайлап отыр екен, не болып жатыр екен деп біз де қараймыз ғой енді. Сол кезде ана баланы салбырап тұрғанын көрдік. Содан бірден өзім шешім қабылдадым да, соған қайтсем де мен құтқаруым керек деп. Сонымен подъезге кірдік, нені шақырсақ, лифті кемет. Сонымен Сағиға құдам айтамын ғой, жүріп кеттік артынан деп. Екеулеп жүгіріп 8-ші этажға бардық. 8-ші этажға барсақ, бір 4 жігіт болу керек. Сол лом, қолдарында монтировка, сондайларын алып жаңа нені есікті сындырамай жатыр да. Есік құлпын бұзамай жатыр. Сол кезде мен бірден жетіге уже логика ғой бұл жерде дейінді. Логический ше. Бірден жетіге кіріп, жетінің терезесіне шығып, қайтсем де ананы құтқарып аламын деп. Сөйтіп талпындық. Шүкір қазір, Аллаға шүкір. Ойлаған ойымыздай мақсатымыз орындалды. Бала да аман, сәби де аман, өзім де аман. Ол сәбимен қазіргі уақытта араласасыздар ма, отбасылық байланыс бар ма сізбен? Мамасының аты Замира, қыздың аты Айзере. Енді ол осы уақытқа дейін, сол күнгі уақытқа дейін жаңағы мынадай неге садик дейді ғой, государственный садикке орналастырмай жүр екен. Енді сол сәттен кейін жоғары жақтағы кісілермен сөйлесіп, сол государственный садикке орналастырып бердім қазір. Қазір садикке барып жүр Айзере қызым. Сіздер одан кейін, жаңағы сәт болғаннан кейін дереу танымал болып кеттіңіз. Сіз бірінші реакцияңыз немесе сізге кім айтты, қалай естідіңіз? Мен оны ешкімнен естіген жоқпын. Мен жаңағы бізді ойда болған жоқ бұндай неге дәрежеге жетемін деген. Біздің тек мақсатымыз сол. Кішкентай сәбиді құтқарып алып қалу ғана болатын. Мен ар жағында ештеңе ойлаған жоқпын. Кейіннен ойланам да. Сонда ана жерде тайып кетіп, құлап кетіп, жығылып қалып жатсам, сонда менің 4 балам бар, семьям бар, соларында да того мен соларды ойламағанмын ғой. Не деген батырлық, Жаңағы айтады ғой, көзсіз ерлік дей ма? Соған келіп тіреліп тұр да енді. Бірақ енді қазір Айзере қызымызбен неміз отношение дейді ғой, қарым-қатынасымыз бәрі жақсы. Ол сәттен кейін өміріңіз 360 градусқа өзгерді десек те болады. Танымал болдыңыз, одан кейін жаңа министерство, әкімшілік, тележүргізушілер. Жаңа түске кірмейтін зат. Көбі осылай айтады, жаңа өміріңіз 360 градус өзгерді ма деп. Жоқ, енді жан-жағым өзгергенмен, мен ішкі жан дүнием өйтіп өзгерген жоқ. Мен осындай, дәл сондай өйткені мейірімділік танытқым келеді да жан-жағым бәріне. Неге сол дұрыс. Отбасыңыз сонда Қызылордада болған, өзіңіз Қызылордалықсыз. Отбасыңыз барлығы, балаларыңыз, бала-шағаңыз, әйеліңіз Қызылордада болды. Сол уақытта 11 май ғой сол күні.
ол уақытта сол Қызылорда қаласында жаңа Астана 2 деген район бар. Сол жерде біз пәтер жалдап тұрып жатырмық. Келіншегім, 4 балам бәрі сонда болатын. Тек өзім осында жаңа жұмыс істеймін, бір қаражат тауып қайтайын молдау деген оймен сөйтіп келгенбіз ғой негізі. Әпсетте осындай Алланың қалауымен осындай дәрежеге жетіп қалдық. Бұның бәрінде елеп ескеріп жатқан осы Қазақстан халқы, елме, халқыма ризалығымды білдіремін. Рахмет. Осындай бірден Джипарк компаниясы Ғабит Сатмағамбет мырза, ол да 3 бөлмелі үй беріп жатыр. Оған да рахмет. Тағы айта кететін жай, Абделка Далайскі строительный компания, олар чистовой ремонт жасап берем деп жатыр. Керемастан групп деген керамический заттар, жаңа санузел заттарын, оларда миллионға сертификат беріп, оларда көмектесіп жатыр. Бірнеше көмектер келіп жатыр. Жан жақтан көмектер келді, бәрін елеп ескеріп жатыр. Не дегенмен енді қанша көмек болса да артық етпейді, бұндай батырлық керемет. Өзімізде естігенде, көргенде жанымыз түршігіп кетті. Бізде андай сұрақ болды өз басымда. Мен осындай жасай аламын ба деген. Енді кейбір азаматтардың қолынан келмейді сияқты енді. Енді жаңа айттым ғой, мен барам дегенше сол жерде төменде бір 10 шақты кісілер тұрды. 8-ші қабатқа барғанда 4 жігіт жаңа есігін бұза алмай жатыр. Мен де кейіннен ойланамыз ғой енді, қазір енді. Сол уақытта сол кісілер неге мен сияқты шешім қабылдай алма дегенше. Бұл шешім қабылдаудың өзі де бір Алланың ісі деп ойлаймын енді. Үй ішінің жаңағы өзіңіздің ата-анаңыздың, семьяңыздың, отбасыңыздың реакциясы қандай болды? Ол кісілер де сол күні дереу звондады ма сізге? Ол күні оғанда өйстіп жаңа қызды құтқарып неғаннан кейін кетіп қалдық қой, жаңа жұмысқа кетіп қалдық біз. Білмейміз ғой, мынадай ситуация болады не деп. Сол кезде телефонды алып келіншегіме звондаймын ғой, осындай 8-ші этаждан бір қызды өйстіп құтқарып алдым деп. Сөйтсем келіншегім сенбейді жаңа. Қойшы деген сияқты ма бір не. И әрі қарай уже Инстаграмда ашсақ, Инстаграмға уже нелер шығып кеткен ғой, жан жақтан салып тастаған уже. Үлкен пабликтар анау барлығы. Содан кейін барып сеніп, қуанып жатыр ғой, әрине. Кім болса да енді жарының осындай дәрежеге жетіп жатқан. Мынау менің ер азаматым деп айта алатындай. Мақтана алады да соты. Ал әкімшілік тарапынан, министерстводан сізге көмек, сізді шақыртты мысалы. Енді МЧС дейміз ғой, МЧС ояқтан енді мақтау қағаз, марапат, жаңа медальдарын беріп, оларды әйтеуір түймедей нәрсені дейміз ғой, былайша енді түйедей қылып, жан жақты көрсетіп марапаттап, бәріне рахмет. Ал әкімшілік тарапынан Алтай Көлгенов мырза бар. Нұрсұлтан қаласының әкімі Алтай Көлгенов мырза өзінің айтылған сөздерінде бәрінде тұрды. Жаңа өзімнің мамандығым сол вагонный хозяйство, негізі жол бойы ғой, сол қтж ғой. Темір жол. Сол осындағы локомотив құрастыру зауытына жұмысқа орналастырды. Бәрі жақсы, шүкір. Енді ертең кішкентайым 28 август күні ертең 3-ке толады. Сосын неге государственный садик дейміз ғой, балабақшасына. Соған орналастырсам. Бәрі бірден емес қой, енді рет-ретімен бәрін істеп жатыр. Балаларыңыздың барлығы мектепке барлығына орналастырып көмек берді ғой? Мынау осы Саракинский район дейді, осы 67-ші мектепке уже 3 баламды жаңа оқу жылына дайын, уже киімін, кешектерін бәрін алып беріп, дайындап қойдық, ояққа орналастырдық. Тек сол енді кішкентайым 3 жасқа ертең 28-іне толса, соны осы Балбала деген балабақшаға орналастырсам ба деп жатырмын. Жаңа құтқару барысында сіздің жаңа құдаңыз өзіңізге көмек берді деп айтқансыз бір сұхбатыңызда. Ол кісіге де бір мемлекет тарапынан немесе осындай акционерлік обществолардан бір көмек қолы бір нәрсе болды ма? Ол Сағи құдам, көрсіңіз, мен бір баланы ұстап тұрсам, қағып алсам, ол 2 адамға жауапкершілік болып тұрды да ол жерде.
Ол менде ұстап тұр, енді баланы да не қылады. Сағи құдама жаңа GVG компаниясы 2 бөлмелі пәтер сыйлады. Ол әлі құрылыс болып жатыр ол жерде. Кілтін әлі берген жоқ, бірақ документальный бәрін беріп қойды. Жаңағы неге МЧС-ке де шақырды, осы Астана қаласының әкімі Алтай Көлгеевті шақырып, өзінің марапаттарын білдірді. Бірақ қандай көмек керек деп ол құдамнан сұраңыздар, маған ешқандай көмек керегі жоқ. Өзім осыны строительный менде жұмыс істей берем, саламын деді. Және жаңағы бір нелерде шығып кетті. Ол әйел мен түсіргем, бұл видеоны мен түсірмесем деген сияқты бір қызық әзіл ретінде ме сол туралы? Ол жерде жаңа Бақытгүл ханым ғой. Иә, Бақытгүл ханым. Иә. Сол күні сағат обедте журналистер, телеканал нелерін бәрі келіп, двор дейді ғой, аулада жиналдық та. Сол кезде ол кісі келді. Рахметімізді айтқанбыз. Рахметімізді айтып, бәрін ілтипатымызды білдіріп. Енді бұл жерде кім екенін білмейміз енді, блогерлер ма, басқалар ма жаңа. Әңгімені бұрмалап жіберіп, өздеріне подписчик жинау үшін ба, әлде просмотр жинау үшін ба, әңгімені сөйтіп, жалған ақпарат беріп, бұрып жіберіп тұр да ол жерде. Бұлайынша ол кісінің бізге деген несі жоқ, өкпесі жоқ. Енді сізге Нұрсұлтан қаласынан бірнеше жаңа көмектер көрсетілді. Ал өзіңіздің туған жеріңізде Қызылорда облысында, Қызылорда қаласында көмектер болды ма? Өзіңіз ауылға барып қайттыңыз ба осы арада? Ол арада енді барып келдім ғой, семьямды көшіріп алып келдім. Сол кезде Қызылорда қаласына мен барған кезімде, сол Қызылорда қаласының облысының әкімі, сосын аудан әкімдері, Жалағаш ауданының әкімі бәрі әрине жақсы ілтипатпен бәрі қарсы алып атты, қарсы алып алды. Жаңа кішігірім марапаттарын беріп, сонымен ауылымыздағы сол Жалағаш әкімінің ауылдан сол бір ақбоз ат мінгізіп жіберді. Сосын жаңағы кім бар ғой, әлгі Мұхтар Ниязов айтыскер ақынымыз ауылымыздың. Сол кісілер үйге миллион сертификат әкеліп тастаған. Онда бәрін қабыл алдық. Жаман емес енді, жан жақтың бәрін айтқанда енді жақсы қарсы алды. Жақсы көзқараспен. Бір сұхбатыңызда айтқан екенсіз. Осыған дейін де бір адамды құтқарып қалдым деп. Оның бірақ та енді телефонның дамымағаны ма деген сияқты. Ол кездерде мынандай желі аз ғой. Сет жоқ, желі аз. Бұқаралық ақпарат құралдары дамымаған. Қай жыл болды, қалай болды? Ол жыл 2013 жылы. 2013 жылы. Өзен бізде Сырдария бар ғой, өзен. Сол өзеннің жағалауында демалатын жағында пляж бар. Сол пляжға барамыз ғой. Сол кезде қасымда досым айтты, анау қызды қарашы, что-то ақпараттан жоқ па деп. Соны қарасақ, анау бір бар, жоқ болып кетеді, бір шығады, бір жоқ болып кетеді, бір шығады. Сонымен жүгіріп, оның алдынан күтіп алдық. Күтіп алып, өзім суға түсіп, соны ана қызды шашынан ұстап не қылдым да, шығарып алдым да. Енді егер ондай қиналыс сәттерде адам денесіне ұстататын болса, өзіңді батырып жібереді да оны. Лучше оны шашынан ұстаған ыңғайлы болады. Сөйтіп шашынан ұстап далаға шығарып алып, сөйтіп құтқарамыз. Ол кезде айтып тұрмын ғой, жаңағыдай телефон дамымаған заман. Өйтіп жаңа бір оның бәрін негізі қарап отырсам бір мақтаныш деп айта алмаймын. Шыны керек. Танымалдылық үшін емес дейсіз ғой? Танымалдылық үшін емес, тек адам баласы бір-біріне тек мейірімділік танытса деймін. Мейірімділік әлемді құтқарады. Мен ойым сол да. Басқа не қылмаймын. Өзіңіз қарапайым екеніңіз көрініп тұр. Өзіңіздің принциптарыңыз, мысалы, осылай болу керек, ер азамат осылай болу керек деген сияқты бір ұстанымдарыңыз болса, бөліссеңіз. Жаңа айтып отырмын ғой, локомотив құрастыру зауытында 2 күн жұмыс істесем, 2 күн демаламын, 2 күн демалғанда өзімнің хобби дейді ғой адам. Жаңа мен тек техника жинаған жақсы көремін. Бірыңғай машина істеген көрінді. Енді келешек болашақ жастарға айтарым, мейірімділік болу керек, қатыгездік
керек емес да. Мейірімді болса, бір-біріне үйістеп, қиналып жатқан жандарға көмектесіп, қол көмек беріп тұрса, қолынан келмесе де жаңағыдай қаражат жағынан болса да, соның негізі мейірімділік керек. Ал мейірімділік әлемді құтқарады. Кең болмасаң, кем болмайсың дейсіз ғой. Кең болсаң, кем болмайсың деген ғой. Кең болсаң, кем болмайсың. Рахмет, Сәбит аға. Сұхбатымыз өте жақсы өткен. Қазір қайтадан сіз ғой.